Бізде келесі ол керейттер. Жалпы керейттер 12 ғасырда Архон өзені мен Хуанхэ өзені арасында өмір сүрген. Мынау аралықта керейттердің өмір сүргені Архоннан бастап Хуанхэге дейінгі аралықта. Былай айтқанда Қытайға кішкене жақын. Сонда қараңдар, біз шатаспаймыз. Наймандардың өмір сүрген территория алқабы Ертістен Архонға дейінгі аралық. Ал керейттердікі наоборот Архоннан Хуанхэге, яғни Қытайға жақын аралықта өмір сүрген. Енді Керейт мемлекетінің астанасы Битөбе деген. Сонда біз шатаспаймыз. Найман мемлекетінің астанасы Балықты, Керейт мемлекетінің астанасы Битөбе. Енді керейттердің атақты ханы кім? Бұл жалпы Тоғырыл немесе Ван хан деп келе береді кейбір кезде. Яғни былай айтқанда Тоғырыл хан деген бар. Яғни 12 ғасырдың екінші жартысында Керейт мемлекетін Тоғырыл хан басқарған. Енді қараңыздар. Осы керейттен, яғни араларыңызда керей бар ма мысалы? Керей, кәдімгі біздің керей бар ғой. Найман, керей, жалайыр ғой, сол туралы ғой. Яғни осы керей, яғни Керейт мемлекетінің басшысы Тоғырыл хан жаңағы әлемді аузына қаратқан Темучинді тәрбиелеп шыққан ғой, Шыңғыс ханды. Былай айтқанда, Шыңғыс хан осы керейлердің тәрбиесін көрген. Сонда анау әлемге белгілі Шыңғыс ханның воспитаниясымен айналысқан қазіргі өзіміздің керейлер. Егер керей болмағанда Шыңғыс хан шықпаушы еді негізі. Сонда айтады, жалпы 1180 жылдары Тоғырыл хан Темучинге, яғни Шыңғыс ханға қолдау көрсеткен дейді. Сонда айтқанда Шыңғыс хан болуына ықпал болған кім есімен байланысты екен? Керейттің ханы Тоғырылдың есімен байланысты екен. Яғни былай айтқан кезде жаңағы айтып отырмын, Атабек, яғни Шыңғыс ханның тәрбиесіне назар аударған адам осы Тоғырыл. Сонымен қатар Тоғырыл хан дейді, кезінде Найман мен Керейттер одағының жетекшісі болған дейді, өте мықты адам болған бұл кісі. Бірақ дейді, жалпы жаңағы керейттер мен жаңағы моңғолдардың арасында ұзақ достық қарым-қатынас сақталмаған, болған достық қарым-қатынас, бірақ ұзаққа созылмаған. Нәтижесі айтады, 12 ғасырдың соңы мен 10 ғасырдың басында Керейт мемлекеті әлсірей бастайды. Соны пайдаланған Шыңғыс хан дейді, 1203 жылы керейттерді басып алады. Анау қараңыздаршы, Шыңғыс ханды тәрбиелеген Тоғырыл хан, Керейттің ханы. Енді ол мемлекет әлсірей бастаған кезде соны 1203 жылы басып алған кім дейді? Шыңғыс хан. Анау Игра кальмара деген киноны білесіңдер ғой, сол жерде анау Әлиді лақтырып кетеді ғой, анау алдап, сол сияқты ғой. Анау Тоғырыл Шыңғыс ханға өте адал болды, тәрбиеледі, өсірді, бақты, қақты. Кейін бір уақытта әлсіреп қалған кезде Шыңғыс хан келеді, 1203 жылы кімді басып алады? Керейттерді басып алады. Анау Әлиді қолына тас ұстап кеткендей болды оны. Түсіндік па? Ары қарай. Жалпы енді ол кезде Моңғол империясы құрыла бастайды. Моңғол империясының қысымымен білесіңдер, Наймандар, керейттер қазіргі Жетісу аймағына, одан кейін шығыс Қазақстанға қоныс аударған. Сіздер білесіздер, қазір Наймандардың ең көп қоныстанған жері бізде ол шығыс Қазақстанда, сонымен қатар Жетісуда бар.